Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, әлдеріңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз химия пәні, заттар және олардың қасиеттері туралы білетін боламыз. Қазір мен мына видео қоса салайын. Енді қараңыздар оқушылар. Химия пәні дегеніміз не? Химия пәні дегеніміз ол табиғаттың құпия сырларын, бір заттың екінші затқа айналып түрленуін зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бір саласы. Енді қарасаңыздар, айналамызға көз жіберейік, мысалы, сіз бір жерде отқан шығарсыз, мысалы. Енді сіз қазір не көріп тұрсыз? Соның бәрі дене, яғни бізді нелер қоршап тұр екен? Бізді денелер қоршап тұр. Енді қарасаңыздар, өлшемі және пішіні бойынша ажыратылатын бұл денелерді физикалық денелер деп атайды. Яғни белгілі бір не? Мынау мен ұстап отырған қалам бұл дене. Оның өлшемі және пішіні бойынша ажыратылатын бұл денені не деп атайды екен? Физикалық бір дене. Өсімдік, жануарлар, адамдар, бұның бәрі бір күрделі физикалық денелер, Енді бір заттан бірнеше физикалық денелер түзіледі дейді. Осыны түсініп ала қояйық. Қараңыздар. Бір ғана заттан бірнеше физикалық денелер түзіледі деп тұр. Оған мысалы ретінде мына жерде суды алсақ болады. Мысалы су. Ол бір дене ғой, біз күнделікті қолданамыз. Енді қараңыздар, ол мұз күйінде болады. Ол да бір дене. Яғни бізде бір ғана зат, су деген зат, содан бір неше физикалық денелер түзіліп тұр. Мысалы қар, мұз, су деген секілді. Ал бір дене бірнеше заттан жасалады. Оған мысал ретінде неде шыны тұр, мына жерде кресло тұр. Енді қарай қойыңыздаршы, бір дене бірнеше заттан жасалатынын қалай түсінеміз? Біздің айналамыз түгел дерлік не қоршап тұр? Әлбетте денелер қоршап тұр. Ал денелерді не жасайды? Заттар жасайды. Енді қарасаңыздар, мына жерде кресло, осы көрініп тұрған нәрсемен жұмыс жасап, оны қандай заттар қоршап тұр екен? Темір, бір зат кетті. Мына жерде креслоның сырты, яғни сыртқы кожасы деп атайды, ол да бір зат. Ішіндегі мақтасы, жібі, яғни тігілетін жіптері бар ғой балалар. Оның бәріне белгілі бір мөлшерде заттар. Заттар бірігіп нені құрап тұр? Бір денені жасап тұр. Неде шыны. Шынында мысалы түсі бар, сыртында түсі бар, тағы несі бар? Бояғы бар екен, тағы құрамында керамика, бұл. Сондай, яғни бірнеше заттар құрала бір денені түзеді. Ары қарай кеттік. Заттар дегеніміз ол денелерді құраушылар. Физикалық дене және зат ұғымдарын бір-бірінен ажырата білу қажет. Енді қарасаңыздар, мысалы, мынау не? Айсберг деп аталынады, мұз. Бұл судан тұратын дене. Бұл бір дене, яғни мұзтау ғой бұл. Одан кейін мынау шеге. Бұл шеге неден құралған? Қандай заттан құралған? Бұл шеге темір затынан құралған не? Бізде дене, Ары қарай кеттік. Заттардың бір-бірінен айырмашылығын немесе өзара ұқсастығын көрсететін белгілері олардың қасиеттері деп аталады. Енді бұны біз қысқаша ғана түсіне қояйықшы. Бізді денелер қоршап тұр. Олардың өзіне тән несі бар? Қасиеттер болады. Мысалы, мына жерде тышқан дейді. Тышқанның өзінің бір қасиеті бар. Қандай қасиеті бар? Ол қатты, тығыз орналасқан. Мына жерде қалам, тығыз орналасқан. Тағы не бар? Алдында тұрған ноутбук. Ол да бір қатты, тығыз орналасқан. Өзінің түсі бар, иісі бар, дәмі бар. Енді осы жерден біз тоқтата тұрайық. Қазір осы жерден сіздерге бір мына мультфильмді көріп жібере қоясыз. Қараңыздар, қазір көрсетем. Сіздерге ашылып тұр ма? Чатқа жаза беріңіздер. Чаттан не жерден оқи берем, жақсы ма? Қазір қоса қояйын. Put your hands behind your head and keep there. Don't move. Drop it. Get over there. Now. I said no.
You have powers! Yeah, baby! And there's not a scratch on you! Did you go through the locked door? Are those your powers? Ha-ha! You can multiply like rabbits and go right through any solid... Oh my god. Иә, сіздер көріп отырсыздар, иә. Енді мына жерде шатқа жаза қойсаңыздар, не байқадыңыздар? Не байқадыңыздар? Жақсы. Не байқадыңыздар? Иә, жақсы. Иә, бала сіздерге сұрақ қоя қояйын онда, иә. Бала қандай қасиеттерге ие болды? Жаза қойыңыздар, көрейік. Дұрыс айтады, лазер шығар дейді, дұрыс, тағы, от болды дейді, дұрыс, тағы, көйіп кетті дейді, жақсы, терезеден өтті дейді, иә. Иә, бір емес, бірнеше қандай қасиеттерге ие болды, иә. Әртүрлі қасиеттерге ие болды, дұрыс айтасыздар. Енді қараңыздар. Енді баланы, ол енді мультфильм, әртүрлі өзінің жаңа қасиеттеріне ие болды. Енді бізде әрбір зат өзінің физикалық және химиялық қасиеті болады. Енді физикалық қасиеттерін қарап отырсаңыздар, қандай күйде бар екен? Агрегаттық күй дегеніміз не еді? Агрегаттық күй дегеніміз ол үш түрлі күйі, сұйық, қатты және газ. Түсі болады, иә. Одан кейін тығыздығы, иісі, дәмі, ерекшелігі, қаттылығы, жылу өткізгіштігі, балқу және қайнау температурасы. Енді маған мұқият қараңыздар. Мысалы, қарапайым осы қалам тұрған екен, осымен түсіндіре бере қояйын. Мынау бұл дене, бірақ бұны заттар құраған. Енді оның өзіне тән қандай қасиеті бар? Бұның физикалық қасиеті қандай? Қатты, тығыз орналасқан, иісі жоқ, дәмі жоқ, иә? Тағы қандай қасиеттері бар? Ол балқи ма, иә? Мынау пластмасста жасалғаннан кейін, оны егер біз қатты температурада, яғни градуста қыздырсақ, онда ол балқиды. Тағы қандай заттар бар? Мысалы, кітап. Кітап қандай? Қатты, тығыз, иә? Сыртта тұрғанымыз ағаш. Ағаштың физикалық қасиеті қандай екен? Темір. Темірдің физикалық қасиеті қандай екен? Солай сіз өзіңіз қазір не көріп тұрсыз, қандай денені көріп тұрсыз, соның физикалық қасиеттерін атасаңыз болады. Ал химиялық қасиеттеріне нелер жатады? Нелер жатады екен? Басқа заттармен әрекеттесу, белгілі бір өнімге айналу қабілеті. Ары қарай кеттік. Енді химия тез дамып келе жатқан ғылым және физика ғылымымен қоса есептегенде техникалық прогрестің негізгі қозғаушысы болып табылады. Иә, балалар, иә. Біз жаңа химия пәнінің не екенін өттік, химия ғылымының не екенін және де заттардың қасиеттерін өттік, иә. Біртіндеп енді біз мына жерде жақсы, иә. Мына жерде үзіліп кетті ғой деймін, енді балалар қараңыздар, бір мысал келтіре аласыз ба дейді, иә. Қараңыз, иә. Біз мысал нені келтірсек болады? Енді қараңыз, басынан бастап, иә. Химия ғылымы дегеніміз бір заттың екі затқа айналып түрленуін зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бір саласы, яғни жаңа зат алу, жаңа дене. Енді қараңыз, мынау бізде қалам, бұл бір дене, оны көптеген заттар құраған, оның сыртында пластмасс бар, тағы да не бар, ішінде сия бар, тағы да басқалар, иә. Енді сіздерге баршамызға жалпы түсінікті болу үшін телефонды алайық, ең бастапқы кезімізге қайта оралайық қазір. Қарасаңыздар, мына жерде iPhone телефон түрі.
Бұл бір дене, енді оны қандай заттар құраған? Сыртындағы чехолы, ішіндегі тағы әйнегі бар, тағы несі бар? Камерасы бар, тағы да пластмассалары бар, тағы несі бар? Ішінде бағалы темірлер, металдар бар, әртүрлі металдар бар, тағы не бар? Көптеген заттар бар. Яғни бұл мына бір телефонды, яғни iPhone телефонын құрап тұр. Енді сіздерге жалпы сұрақ қояйыншы, неге осы бізде қазір енді қымбат ретінде осы iPhone 13 шығайын деп жатыр ғой? Неге ол қымбат? Неге ол бағалы? Сіздерге жалпы сұрақ. Қымбат, функциясы көп дейді, дұрыс, функциясы көп, тағы. Сапасы өте жақсы. Дұрыс айтасыздар, өте жақсы жазыпсыз. Сапасы өте жоғары дейді. Сапасы жоғары болғаннан кейін, оның да несі, құны жоғары. Оның, яғни одан осы телефон жасалынған заттардың сапасы өте жоғары. Яғни сапалы болғандықтан оның құны жоғары. Енді әрбір заттың өзіне тән қасиеттері болған секілді, адамның да өзінің адами қасиеттері болады. Сол секілді сіздің құныңыз сол адами қасиеттеріңізбен өлшенеді десек те қате болмас. Сондықтан балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болады ма? Түсіндіре алдым ма сіздерге? Кері байланыс жасай қойсаңыздар. Жақсы, сақтасаңыз. Жақсы, енді сақталады ютубта. Жақсы, онда рахмет. Енді балалар, сіздерге үй тапсырмасы ретінде кітаптарыңыз бар ғой. Осы бірінші тараудың бірінші бөлімін ашып, соңғы беттегі тапсырмаларды орындасаңыздар, сосын қазіргі сабақта не түйдіңіздер, соны жазсаңыздар. Жақсы, онда балалар, көріскенше сау болыңыздар.